Күдіктілер елге жеткізілді. Атыраудағы трагедия жайлы тың дерек шықты. Сұлтан Сәрсенәлиев пен Ақбаян Мұханғалиева Индонезиядан Атырауға жеткізілді. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Ақжайық басылымының дерек көздерінің мәліметінше, олар 9 наурыз күні Алматыдан ұшып келген рейспен Атырауға жеткізілген. Еске салайық, күдіктілер 2026 жылғы 24 ақпанда Индонезияның Ломбок аралында ұсталған. Операцияны Индонезия Интерполының ұлттық орталық бюросы, солтүстік Ломбок полициясы және көші-қон қызметі бірлесіп жүргізген. Қадірлі көрермендер, бұл оқиға басынан бері елді алаңдатып келетіні рас. Бір отбасының тағдырына қатысты бұндай қайғылы жағдай болғаны өте өкінішті. Енді күдіктілер елге жеткізілген соң, тергеу толық әрі әділ жүргізілсе екен деп ойлаймын. Шын мәнінде не болғанын заң мен дәлелдер ғана анықтайды. Қазір түрлі ақпарат айтылып жатыр, бірақ нақты қорытындыны ресми тергеу шығарады. Ең бастысы, істің ақ-қарасы ашылып, кінәлі болса, заң алдында жауап берсін. Марқұмдардың жақындары үшін де бұл өте ауыр жағдай екені түсінікті. Сондықтан барлығы әділ шешіліп, шындық анықталса, қоғамдағы сұрақтардың да жауабы табылар еді. Мұндай қайғылы жағдайлар енді қайталанбас екен деп тілейсің.